Audio Jungle. Audio Jungle. 2015 жылдың 26 тамызында Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылындағы нөмірі 1 мектеп-лицейінде пилоттық мектеп мұғалімдерімен кездесу болды. Осы мектептің 0 сыныбынан бастап Назарбаев зияткерлік мектебінің оқу әдістемесі бойынша сабақ жүргізіледі. Біздің мектептен әр кафедрадан сол мұғалімдерге эксперт ретінде бір мұғалімдерден бекіту керектігін айтты. Алдымен мектеп әкімшілігімен кездесіп пікірлестік. Назарбаев зияткерлік мектептерінің негізгі жұмыс жасау үлгісімен пилоттық мектептерде түсіндірме жұмыстарын жүргіздік және педагогикалық ұжыммен таныстық. Апарған керекті оқу жабдығын мектеп директорына тапсырылды. Осы пилоттық мектеп-лицей мұғалімдерімен 2015 жылдың 19 қыркүйегінде және де нөмірі 41 көпсалалы гимназияда Тараз қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әдістемелік көмек көрсету мақсатында семинар болып өтті. Семинарды осы мектептің іс-тәжірибе тарату үйлестірушілері ұйымдастырды. Басты мақсат жұмысшы тобымен бас қоса отырып, жұмысты нақтылау және әдістемелік көмек көрсету. Семинарды тим-лидер Сүлейменқұлов Жақсыбек Дәлібекұлы ашып, мектеп директоры Байтуков Арсен сөз берді. Семинарға қатысушы мұғалімдердің сұранысы бойынша Жанғазы, Есжанова, Жақсылықов, Ағаділов өздерінің іс тәжірибелерінен кіріктірілген бағдарлама бойынша қалай жұмыс жасап жатқандарын практика жүзінде көрсетті. Жанғазы Амангүл Бекенқызы Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі бағалау жүйесімен және критериалды бағалаудың кіріктірілген моделін сабақта қолданудың алғы шарттарымен таныстыра отырып, Ахан Қорамсаұлы құлагер поэмасы тақырыбында мастер-класс өткізді. Өздері оқушы бола отырып, осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары, оның ішінде тілдік мақсаттар, жетістік критерийлерін қоюды үйренді. Аманкүл Бәкенқызы жетістік критерийлерін барлық оқушылардың көбісі, оқушылар кейбірі деп құрсаңыз дұрыс болар еді деген ұсыныс тастады. Кері байланыста сабақты өте жақсы деп бағалады. 2015 жылдың 28, 29 және 30 қыркүйегінде нөмірі 41 көпсалалы гимназия мен нөмірі 1 мектеп лицейінің 1 сынып оқушыларын диагностикалық тестілеуден өткізуге арналған нұсқаулық, дүниетану, сауат ашу, математика пәндері бойынша тестілеу өткізудің тәртібіне сәйкес 1 сынып оқушыларын диагностикалық тестілеуден өткіздік. Құпия ақпаратты жарияламау туралы келісім берілген және қайтарылған тест материалдарының есеп ведомысы және тест материалдары салынған пакетті ашу туралы акті бастауыш сынып мұғалімдерімен жасалынды. Пайдаланылған емтихан кітапшалары жарамсыз деп табылып өртелінді. 2015 жылдың 19 қарашасында Тараз қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әдістемелік көмек көрсету мақсатында қалыптастырушы бағалау техникасы тақырыбында семинар-тренинг болып өтті. Бұл семинар-тренингке Жанғазы, Иманбекова, Мәселбек, Утешева және тағы да басқа ұстаздар ашық сабақ берді және дөңгелек үстел өткізіліп, олар тарапынан жоғары бағаланды. Оған олардың кері байланыстары куә. 25 қараша 2015 жылы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылындағы нөмірі 1 мектеп-лицейінде пилоттық мектеп бағдарламасы бойынша психологтарға әдістемелік көмек жүргізілді. 1 сынып мұғалімдерімен бірлесіп, Жанғазы, Ускенбаева, Ж дыбысы атты тақырыпта сабақ берді. Бірлесіп жұмыс жасаудың тиімді жақтары атты дөңгелек үстел өткізілді. 2015 жылдың 19 желтоқсаны күні Назарбаев зияткерлік мектебі базасында әдістемелік көмек тұрғысында өтетін семинарға нөмірі 1 мектеп лицейінен және де нөмірі 41 көпсалалы гимназия мектебінен әр түрлі пәндер бойынша 25 пән мұғалімдері қатысты. Олардың сұраулары бойынша ашық сабақтарды Жолымбетова, Бұхарбекова, Нарымбетова, Обишева, Жуманазаров, Ноғайбеков, Курманалиевалар берілді. Назарбаев зияткерлік мектебі психологы Байтелиева сағат 12:20-дан 13:00 аралығында жиын залында пилоттық мектеп бағдарламасы негізінде екі мектеп мұғалімдері арасындағы коллаборативті қарым-қатынасты жақсарту және мұғалімдердің өзара шығармашылығын дамытуды жүзеге асыру мақсатында бірлесіп жұмыс жасаудың психологиялық жақтары тақырыбында тимбилдинг формасында тренинг өткізілді. Джамиля Маулетовна, по вашему мнению, какова задача новой экспериментальной программы образования?
Основная задача новой экспериментальной программы образования – это реализация концепции 12-летнего образования. Формирование у ребенка функциональной грамотности школьника, в основе которой находится системно-деятельностный подход. Данная программа она направлена на формирование самостоятельной деятельности ребенка, именно на формирование творчества ребенка, на формирование навыков самоконтроля в первую очередь и саморазвития, что особенно важно. Оскар Робертович, вы классный руководитель первого Е-класса. А какую помощь оказывают вам учителя Назарбаев интеллектуальной школы города Тарас? Ну, что можно сказать? Назарбаев интеллектуальные школы оказывают помощь существенную. Планирование совместных уроков, посещение наших уроков, указание на недостатки ведения уроков, так как недостатки есть, так как мы первый год сами в данный момент учимся. Очень много подсказывают об особенностях групповой работы в классе с учениками, парной работы, проведение рефлексивных моментов. Это тоже очень важный момент. Ну и в первую очередь оказание не только методической, но и психологической помощи. Программа очень интересна. Мой ребенок приходит домой под большим впечатлением. Особенно ей нравится работать в группах. Мой ребенок стал более эмоциональным, более творческим, более любознательным. Ей очень нравится. Как помогает наша новая экспериментальная программа в этом, как вы думаете? Да, конечно. Я бы хотела, чтобы мой ребенок закончил именно эту школу и именно по этой программе. И все начатое было доведено до конца.